Сәлеметсіздер ме оқушылар? 6 сынып қазақ әдебиеті сабағы. Сабағымыздың тақырыбы Сайын Мұратбековтың «Жусан иісі» деп аталатын повесі. Сабақтың мақсаты әдеби шығарманың жанрын, фабуласын, сюжетін анықтау. Ендеше оқушылар миға шабуыл әдісі бойынша мына сұрақтарға ауызша жауап беріңіздер. Сенің балалық шағың қайда өтіп жатыр? Ауыл тіршілігі саған таныс па? Ауыл даласында өсетін қандай шөптерді білесіңдер? Жусан еліміздің қай жерлерінде өседі? Жусанның емдік қасиеттері туралы не білесіңдер? Ендеше оқушылар Сайын Мұратбековтың өмірі мен шығармашылығына арналған бейнежазбаға назар аударыңыздар. Қазақ әдебиетінде өзіндік қолтаңбасы бар жазушы Сайын Мұратбеков қазіргі Алматы облысы Ақсу ауданындағы Қоңыр ауылында 1936 жылы 15 қазанда дүниеге келген. Сайынды жастайынан атасы Мұратбек бауырына салып тәрбиелеген. Әкесі Сапарғали Ұлы Отан соғысына қатысқан майдангер. Соғыс жылдарындағы ауыртпалықтар мен қиындықтарды Сайын өз көзімен көріп, сол тірлікке қоян қолтық араласқан. Сондықтан да шығармаларының шынайы да тартымды, өмірмен қабыса байланысып жатуын осы негізден деп қарастыру керек. Жазушының «Жусан иісі», «Жабайы алма», «Өл ара» сияқты біртума шығармалары қалың оқырманның көңілінен шыққан әйгілі шығармалар. «Жусан иісі» 4 бөлімнен тұрады. «Жусан иісі» шығармасы Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі ауыл тіршілігін, ел басындағы ауыр жайтты, сұрапыл соғыстың зардаптарын танытады. Осы жағдайдың бәрі жетім бала Аян тағдырымен тұтастырыла көрініс табады. Аян жетімдігіне, ауырда талғысы көп болған өміріне қарамастан, алдағы күннен күтер үміті зор жасөспірім. Қайсарда мығым Аян арманшыл, ойдан шығарған ертегілер мен әңгімелер арқылы ауыл балаларын өзіне еліктіріп алады. Оның ертегілерінің кейіпкерлері де асқақ рухта, батылда ержүрек. Аянның арманы, ой мүддесі ойдан шығарған кейіпкерлері іс-әрекетінен табылып жатады. Қайта-қайта шыға берген аяғының зардабы оны мұқалталмақ емес. Себебі Аян өр рухты асқақ арманның иесі. Жазушының білдірер ойы адамның қиындықпен күресе білуі, талап пен жігер қашанда адамды шыңдай түседі дегенге саяды. Шығармадағы Аянның прототипі Сайынның туған жері Қоңыр ауылындағы өзінің қатарласы Ұзақбай деген бала болған. Дұрыс айтасыздар балалар. Жусан деп отырғанымыз бұл жер бетіндегі өсімдіктердің ең ащысы екен. Және жусанның дермене деп аталатын түрінен соғыс жылдарында бірнеше дәрі-дәрмек жасалған екен. Ал шығарманың «Жусан иісі» деп аталуы соғыс кезіндегі жетім балалардың арманы, соғысқа аттанған әкелеріне деген сағынышы, ауылдың жусан төбелерінде өткен балалық шақтағы оқиғаларды суреттеуі себеп болған екен. Ендеше оқушылар «Жусан иісі» повесімен таныс болайық. Соғыс жылдары кішкентай Аян әжесі екеуі бір ауылға көшіп келеді. Аянның әкесі майданға аттанып, туған анасы содан 2 ай бұрын қайтыс болған. Осы ауылдың балалары ойнап жүріп жаңа мұнтаздай таза бір баланы кездестіреді. Балалар Аянмен тез достасып кетеді. Аян өте ақылды, ақкөңіл бала болады. Күзде оқу басталып, 7 мен 10 жастың аралығындағы өңшең бірөңкей балалар 1-ші сыныпқа барады. Балалар Иманжанов деген қарт кісіден білім алады. Қатарластарына қарағанда мұғалім үйреткен әріптерді тез ұғып, соғыстағы ағасына хат жазатын дәрежеге жетеді. Бірде Аян өрістен мал қайырып келе жатып, үйретемін деп, өзінің қасқа бұзауына секіріп мінген. Семіз бұзау мөңкіп жығып кетті. Сол жолы Аянның тобығы тайып, 1 айдай үйінде ауырып жатты. Осыдан кейін-ақ Аянның тобығы тайғыш болып алды. Аян әжесі қайтыс болғаннан кейін Бапай атты туысы мен оның кемпірі асырап алады. Аян күнде сырғанақ басында достарының шаналарын тебеді. Кешке дейін шана тепкен соң, достарын ертегі айтып беремін деп үйіне шақырады. Олардың үйге кіруіне Бапай шалдың кемпірі рұқсат етпеген соң, ауыл шетіндегі ат қораға барып, шөпке белшелерінен батып алып, Аянның ертегілерін тыңдауды балалар күнделікті әдетке айналдырады.
Өзі жетім болған соң ба, Аянның ертегілері көбіне жетім бала туралы болушы еді. Ертеде бір жетім бала болыпты деп Аян ертегісін бастайтын. Дүниедегі жақсылық атаулының бәрі ерлік те, ізгілік те, сұлулық пен ақылдылық та, әйтеуір адамға тән небір асыл қасиеттің барлығы да сол Аянның ертегілерінде болушы еді. Аян батырлық туралы ертегі айтқанда, алым-жұлым киінген қара балалар бір сәтте жадау қалпын ұмытып, шетінен көк семсерді жарқ-жұрқ еткізіп, от ойнатып, жауға қарсы арыстанша шабатын нағыз қас батырдай сезінетін. Мұнан әрі соғысқа баруды, фашистерді қыруды, сөйтіп әке ағаларын тауып алып, әрқайсысы өзінше сөз етіп, тәтті арманға шомылатын. Сөйтіп Аян бір қулық тауып алады. Енді ол күнде кешкісін балаларға сол күні ойлап шығарған жаңа ертегісін тездетіп айтып береді де, біреуінің шанасын сұрап ап, түннің бір уағына дейін сырғанақта жападан жалғыз ойнайды. Бір күні Аян өз ертегісін бастамас бұрын өте қуанышты көңіл күймен жатарда ағасының пальтосын басына жастап, көпке дейін иісін иіскеп жатып, түсінде ағасын көргенін әңгімелейді. Ағасының иісін жусанның иісіне ұқсатады. Содан Аян өзінен жусанның иісі шығатынын, ағасына тартқанын айтады. Балалар Аянның омырауына кезек-кезек мұрындарын тығып иіскей бастайды. Шынымен жусанның бұрқырап иісі шығатынын айтқан балалар, сонан соң әрқайсысы өз омырауларына тұмсықтарын тығып, менен де жусанның сүйкімді иісі шығады деп шулап кетеді. Бірде Аян ат қораның ішінде жылап отырғанын досы көреді. Арада бір жеті салып, Бапай шал мен кемпірі Аянның бетінен сүйіп, қош айтысып, балалар үйіне жібереді. Бірақ балалар Аянды көп уақытқа дейін еске алып сөз қылушы еді. Кейде кешкілік бір жерге жиналып ап, ала қыстай Аян айтқан ертегілердің есте қалғандарын қайталап айтып жүрді. Аянның ертегілерін көңілдерінде ұялағаны сонша, кейін ер жеткен кездерінде де өздерінен кіші балаларды тамсандыра айтып отырды. Оқушылар Сайын Мұратбековтың өмірі, шығармашылығы туралы және Жусан иісі повесі туралы мағлұмат алдыңыздар. Ендеше тапсырмалар орындаймыз. Бірінші тапсырма: көркем шығарманың тақырыбын, идеясы мен жанрын анықтаңыздар. Екінші тапсырма: соғыс жылдарындағы және қазіргі бейбіт кезең балаларының ойыны мен ермегін жіктеп, кестені дәптерге толтырыңыздар. Және оқушылар Жусан иісі повесін толық оқып, мазмұнын меңгеріңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.